Кейде үйді көргеннен бірден осы үйде тұрғым келеді деген сезім болады ғой. Бүгін сондай үйлердің бірін көрсеткелі тұрмын. Бұл үй Шымкент қаласы Самал 3 шағын ауданында, Юсупова көшенің бойында орналасқан. Осы жақта тұратындар жақсы біледі. Бұл ауданның сұранысы әрқашан жоғары болғай. Үлкен көшенің бойы, қай жаққа болса да қатынау оңай. Мектеп керек пе, емхана керек пе, барлығы 2-3 минуттық жерде. Енді ауласына кірейік. Қақпа автоматты түрде. Көлігіңізбен келесіз де ешқайда түсіп әуре болмайсыз. Үйдің алдында толық брусчатка, үлкен кең навесі жасалған. Бірақ маған ең қатты ұнаған жері жасыл ауласы. Жеміс ағаштары өсіп тұр, шыршалар егілген. Кешке жұмыстан келіп, осы жерде отырып бір шай ішсеңіз, күннің шаршауын ұмытылып кететіндей. Балаларға ойнайтын орны бар, теңіз ойнайтын жері бар, моншасы дайын, тағы 2 бөлмелі времянкасы бар. Қонақ келсе де ыңғайлы, керек болса жалға беруге де болады. Ал енді үйдің ішіне кірейік. Есіктен кіргеннен-ақ үйдің кеңдігін сезіледі. Ремонты жаңа, ештеңе істемейсіз. Жиһазыңызды кіргізіп тұра бересіз. Үлкен залы бар. Осындай залда бүкіл отбасымен жиналып отырысқа қандай керемет. Оған отырысқа не жетсін? 3 жатын бөлмесі бар жоғарыда. Әркімнің өз бөлмесі болады. Кең холлы бар. Ас бөлмесі де бар. Өте ыңғайлы. Одан бөлек тамақ ішетін орны бар. Таңғы асыңызды да кешкі асыңызды жайлы орында отырып ішесіз. 2 санузелі бар, астыңғы қабатта және үстіңгі қабатта. Үлкен отбасы үшін бұл өте маңызды. Жалпы бұл үйдің артықшылықтары барлығы дайын. Орналасқан жері жақсы, ауласы жақсы, үйдің іші жаңа, артық шығын шығармайсыз. Құжаттары толық 100%. Банк арқылы рәсімдеуге де болады. Бағасы 82 миллион теңге сұрап жатыр. Нақты алатын адамға бүгін саудасы бар. Қазір хабарласып берген адамға. Егер үйдің бейнеден ғана емес, өз көзіңізбен көргіңіз келсе, хабарласыңыз. Келіп көріңіз. Кейде адамның іздеп жүргені үйі дәл осындай қарапайым таныстырудан басталуы мүмкін. Мына үйді жіберіп алмаңыздар. Сізге де үй сату керек па, үй алу керек па? Мен сіздерге көмектесе алам. Шымкент қаласы, Самал 3. Дәл осындай жаңа үй, жаңа ремонтпен шығысты болсын үй іздеп жүрген жандарға. Жақсы жандар, сіздерден лайк, комментарий обязательно күтеміз.